президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы жарияланғаннан бері өңірлердің руханият саласына жаңа серпіліс әкеліп, тың жобалардың туындауына жол ашылды. Рухани тұрғыдан жаңғыру жұмыстары Казталов өңірінде де қарқынды жүруде. Сол жұмыстардың парасына шолу жасап, ой елегінен өткізуді мақсат етіп отырмыз. Сәл әріге шегінсек, ауданымызда рухани жаңғыру бағдарламасын тиісті деңгейде жүзеге асыру үшін 2017 жылы құны 33 миллион 530 мың теңге болатын 17 жоба, 2018 жылы жалпы құны 90 миллион теңге болатын 43 жоба іске асырылды. Рухани жаңғыру кеңсесінде отан отбасының беріктігі атты үлгілі отбасылармен кездесу өтті. Қосөзеннің талантты жастарын танып, шығармашылық ізденістерін ұлғайту мақсатында аудан орталығынан шалғай жатқан Талдықұдық ауылдық округінде Сен жанбасан лапылдап атты жас ақындар мүшәйрасы өтті. Әкем әнім әнінің шырқалғанына 40 жыл толуы және әннің кейіпкері Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагері, Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген мектеп мұғалімі Насекен Сүлейменовтің 100 жылдығына арналған еске алу шарасы аудан орталығында ұйымдастырылды. Жалпақталы ауылының Кенжебек Мендалиев мектебінде жерлес ақынымыз Дариға Мұштановаға арналған Ақжайықтың Дариғасы атты әдеби сазды кеш өтті. Жалпақталы ауыл күні мерекесіне орай жерлесіміз Ақтөбе қаласындағы спорт жұлдыздары Республикалық ғылыми-әдістемелік журналының бас редакторы, Қазақ спорты және туризм академиясының профессоры Мұсағали Тасқалиевтің «Мен іздеген қазына» атты кітабының тұсауы кесілді. Талдапан ауылының құрылғанына 75 жыл толуына орай дүрілдеген той өтті. Оған алыс жақыннан ауыл түлектері бас қосты. Талдапан ауылының құрылғанына 75 жыл толуына орай ұйымдастырылған мерекелік шара ең алдымен ауыл түлектерінің ауылға кіреберіске орнатылған Талдапан жарықдиодты белгісінің және 16 дана электр бағандарының көше шамдарының ашылуымен басталды. Алма Оразбаева мектебінің іргетасының қаланғанына 150 жылдық мерекесімен тұспа-тұс келіп отырған игі шараның бірі Ұлы Отан соғысының ардагері, халық ағарту ісінің озық қызметкері ұстаз Ізбасар Әліпұлы Рысмағамбетов пен ұстаз Хауа Аюпқызы Дулатованың құрметіне олар тұрған Казталов ауылының Сырымдатұлы көшесі нөмірі 10 үйдің қабырғасына ескерткіш тақта ашылды. Тереңкөл ауылдық округінің орталығы Нұрсай ауылында облыс ақыны атағының иегері Дара тұлға Нығмет Нағымовтың туғанына 90 жыл толуына орай айтыстың ерен жүйрігі атты аймақтық ақындар айтысы өтсе, аудандық мәдениет үйінде қазақ тілінің латын графикасына көшуі бойынша қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерін жобасын түсіндіру мақсатында семинар өтті. Ұлт көшбасшысының саясатын қолдай білген Көктерек ауылдық округіне қарасты Оразғали ауылының тұрғыны Сансызбай Оразов өз қаражатынан 250 мың теңге жұмсап, ауылдың кіреберісіне Оразғали ауылы белгісін орнатса, ал Талдықұдық ауылының мектеп базасы аясында руханият тарихи өлкетану музейі ашылды. Аудандық мәдениет үйінде қоғам қайраткері Рахметолла Хамитұлы Сербаевтың 80 жасқа толу құрметіне орай тұғырынан таймаған тұлға атты дәріптеу кеші оздырылды. Қошанкөл ауылында «Менің Қошанкөлім» тарихи танымдық кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Қошанкөл ауылының тарихынан сыр шертетін кітап жобасының авторы ел азаматы Арман Беғалиев болса, кітапты дайындаушы журналист Батыс Қазақстан облыстық Орал өңірі газеті бас редакторының орынбасары, ақпарат саласының үздігі Сәкен Әбділхалықов. Ауданымызға қарасты Талдапан ауылдық округінің орталығында жаңа үлгідегі жасанды мұз айдыны пайдалануға берілді. Қожалық жетекшісі Дархан Аябалиевтің демеушілігімен салынған қысқы спорттық нысанның аумағы 600 шаршы метрді құрайды. Айдынның құрылысына Аябалиевтер отбасы 1 миллион 200 мың теңгеге демеушілік жасаған. Кәсібін дөңгелетіп отырған Самат Хасанов туған ауылына фельдшерлік акушерлік пункт салып, жаңа ғимаратты ауылдастарына сыйға тартты. Кәсіпкер өз қаражатынан 16 миллион теңге қаржы жұмсады. Қайынды ауылында Ұлы даланың қызғалдағы атты екінші халықаралық этномәдени фестиваль өтті. Фестивальдің басты мақсаты елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында айтылғандай, Қазақстан қызғалдақтың отаны екенін көпшілікке паш ету. Әрі гүл патшасын дәріптеп, оның маңыздылығын кейінгі ұрпаққа ұғындыру. Қазақ жері қызғалдақтың тарихи отаны деп тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты тағылымдық мақаласында атап өткен. Күні бүгін елімізде қызғалдақтың 35 түрі болса, соның 18-і
қызыл кітапқа енгізілген. Осы бір өсімдіктің өзіндік ерекшеліктерін танытып, табиғатымызды қорғап дәріптеу мақсатында Қайынды ауылында жыл сайын қызғалдақ фестивалі өткізіліп келеді. Бағдарлама аясында Әжібай ауылында 1999 жылы бітірген 20 жылдық мектеп бітіруші түлектердің игі бастамасымен 350 мың теңге қаражатқа Әжібай қош келдіңіздер атты кіреберіс жол белгісінің ашылу салтанаты өтті. Елбасының бағдарламасы аясында туған жерге туынды тік атты жерлестер форумы Қарасу ауылдық округінде де өтті. Форум аясында Қарасу орта мектебінің 2004 жылы бітірген түлектерінің бастамасымен 600 мың теңге қаражатқа балалар ойын алаңын салып беріп, ауыл балаларына қуаныш сыйласа, Қарасу ауылында 1984 жылға мектеп бітірген түлектердің тартуымен 300 мың теңге қаражатқа орталық саябақ ішінен ауыл ел бесігі композициясын тарту етті. Жалпақталы ауылында мектеп бітіргендеріне 30 жыл толған түлектердің демеушілігімен 8 миллион теңге қаражатқа Инаят Молдашев атындағы орта мектебіне шағын футбол алаңын сыйға берсе, Кенжебек Мендалиев орта мектебінің 1999 жылы бітірген түлектерінің тартуымен туған жерлеріне жастар саябағынан ратон ашып берді. Молдашев орта мектебінің 1979 жыл бітірген түлектер 1 миллион 700 мың теңге қаражатқа орталық саябақта толағай балалар спорт алаңын ашып берсе, Инаят Молдашев орта мектебінің 1979 жылы бітірген түлектері 2 миллион теңге қаражатқа туған жерге деген патриоттық сезімдерін білдірер мұнаралы сағат архитектуралық комплексінің ашылуы болды. Қараөзен ауылында Қараөзен мектеп-лицейінің 2009 жылы бітірген түлектері 700 мың теңге қаражатқа менің жүрегім Қараөзен жарық диодты композициясын тарту етсе, Қараөзен мектеп-лицейінің 1999 жылы бітірген түлектері игі іс жасап 350 мың теңге қаражатқа мектеп-лицейі ауласына спорттық гимнастикалық алаң орнатты. Жас елді мекенінде жас негізгі мектебінің 2009 жылы бітірген түлектері өздері демеушілік танытып, 200 мың теңге қаражатқа ауылдың бел ортасында бой көтерген менің жүрегім жас жарық диодты композициясын орнатты. Жас елді мекенінің жас негізгі мектебінің 1979 жылы бітірген түлектері демеушілік танытып, 300 мың теңге қаражатқа балалар ойын алаңын салып берді. Бостандық ауылындағы 1999 жылы бітірген түлектері игі бастама көтеріп 2 миллион теңге қаражатқа туған ауылдарына достар саябағын тарту етсе, сол орта мектептің 2009 жылы бітірген түлектері 200 мың теңге қаражат жұмсап, өздері түлеп ұшқан мектептерінің маңдайшасына жарық диодты табло орнатты. Талдықұдық ауылындағы Сүлеймен Есетов атындағы орта мектебінің 1989 жылы бітірген түлектері 200 мың теңге қаражатқа Алтын ұя мектебін жарық диодты композициясын орнатты. Қайынды орта мектебінің 1999 жылғы мектеп бітірген түлектері 1 миллион 200 мың теңге қаражат жұмсап, менің жүрегім Қайынды жарық диодты композициясын елге тарту етсе, Ғұмар Қараш атындағы Қарауба мектеп гимназиясының 1999 жылы мектеп бітірген түлектері туған ауылына демеушілік танытып, 1 миллион теңге қаражатқа балалар ойын алаңын салып берді. Қошанкөл ауылында Ғали Бегалиев орта мектебінің алдына 1994 жылы бітірген түлектері игі бастама көтеріп, 700 мың теңге қаражатқа ғалым ұстаз Ғали Бегалиев бюстін орнатса, 1999 жылы бітірген түлектері ауылға кіреберіс жолына 1 миллион теңге қаражатқа жарық шамдарын орнатып берді. Ал 1989 жылы бітірген түлектер 300 мың теңге қаражатқа балалар ойын алаңын салып берді. Аудандық мәдениет үйінде жүрекке жылу сыйлаған мейірімділік атты қайырымдылық кеші оздырылды. Шара нәтижесінде қайырымдылық шарасынан түскен 170 мың теңге қаражат Айжан Асхатқызының ата-анасына табыс етілді. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласының туған жер бағдарламасы аясында ауыл шаруашылық саласының аса білгір ұйымдастырушысы, Жайық өңіріне танымал қоғам қайраткері, Қазақ ССР жоғары советінің депутаты болған, ел өмірінде елеулі із қалдырған Шыныбай Шарафиддиновтың туғанына 80 жыл толуына орай өзі тұрған Алмаоразбаева көшесі нөмірі 15-ші үйге мемориалдық тақта орнатылды. 2019 жылы құны 85 миллион 800 мың теңгеге елу жоба жүзеге асырылуы көзделсе, ағымдағы жылдың қаңтар-шілде айлары ішінде барлығы 49 миллион 600 мың теңгенің 32 жобасы жүзеге асырылды.
екінші жартыжылдықта атқарылатын құны 36 миллион 300 мың теңге болатын 18 жоба жоспарда тұр. Алдағы уақытта ауылды көріктендіру, әлеуметтік нысандарды жаңа заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету, қайта жөндеу, ауылдың көшелерін абаттандыру, мектеп ішінен саябақтар мен алаңдар салу секілді ауқымды жұмыстар атқарылатын болады. Тұңғыш президентіміздің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында туған жер бағдарламасын ұсынып, жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік, патриоттық сезімді қалыптастыру керектігін атап өтті. Мақаланың басты бөлігі туған жердің ұлттық құндылықтарын қадірлеуге арналған. Туған жерге деген сүйіспеншілік туған тарихынды тереңнен білуден басталады. Туған жер деген кезде әрбір азаматтың, әрбір адамның жүрегінде тулаған шабыт пен сезім ұялайтыны анық. Себебі адам өзінің туған жерінің перзенті, сол даланың, сол жердің, сол мекеннің бір бөлшегі екендігін ешқашан ұмытпауы тиіс. Туған жерге туынды тіктеген дана халқымыз. Әрбір адамның кіндік қаны тамған жеріне деген сүйіспеншілікті білдіреді. Яғни, кез келген азамат өзінің тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне терең бойлау керек. Бұл мақала сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселе көтерумен құнды дер едік.